Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қысқа сақтауға арналған маринадталған қытырлақ қиярдың рецептімен бөлісеміз. 100% атылмайтын рецепт, сондықтан видеоны соңына дейін көреміз. Алдымен қиярларды жуып аламыз. Бас аяғын кесіп, салқын суға 3 сағатқа салып қоямыз. Оған дейін керекті ингредиенттерін дайындаймыз. Нақты мөлшерін описаниядан көрсеңіз болады. Бізге керек қияр, болгар бұрышы, хрен, лавр жапырағы, аспирин, чеснок, уксус, тұз және қант керек. Енді банканы стерилдеп, барлығын салып, қайнап тұрған судан құямыз. Әзірге тұз, қантын салмаймыз. Он минуттан соң суын төгіп тастап, тұз, қант, уксус және аспиринді қосып, банканы арнайы жапқышпен жауып тастаймыз. Жапқан соң аузы жақсы жабылғанына көз жеткіземіз. Содан соң банканы төңкеріп, жылы орап тастаймыз. Достар, жасап көріңіздер.